Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу пәнінен қоршаған орта бөлімі бойынша не үйрендім? Сабақтың негізгі мақсаты мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылы сұрақтарға жауап беру және сұрақ қоя білу. Негізгі ойымыз табиғат бізге не береді? Сұраққа ойланып, ой бөлісіп және жауап беру. Бірінші тапсырма: суретке зер сал. Жер жанаға деген тілектеріңді айтып, өздеріңнің ризашылықтарыңды білдіресіздер. Және жерді неліктен анаға теңейтінін айтасыздар. Екінші тапсырма: қоршаған орта туралы әңгімелеп, қоршаған орта туралы өз пікірлеріңізді кері байланыста білдіресіздер. Үшінші тапсырма: хат жаз тапсырмасы. Жер анаға хат жазасыздар. Әрине, тапсырмада берілген тірек сөздерді қолданасыздар. Бір-біріңді тыңдап толықтырасыздар. Енді үйге тапсырма: табиғатты қорғау, табиғатқа зиян келтіру тақырыбына байланысты сурет салып, кері байланыс жібересіздер. Осымен бүгінгі біздің әдебиет сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.